Ассалаумағалейкум достар. Бүгін мен түнде көруге болмайтын мультфильмдерді немесе анимацияларды көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бірінші мультфильмнің аты Озер Лили, ал қазақша аударсақ басқаша Лили. Бұл фильм Лили деген қыздың холодильниктен Кока-кола алып шыққанынан басталады. Және де ол отырып телефон шұқылап бастайды. Ол жерде әкесі оған оның сіңілісінің онда ұйықтау керек екенін ескертеді. Сосын Лили өзінің сіңілісінің бөлмесіне барады, ал ол болса ұйықтап жатады. Және де сол жерден ол біртүрлі суретті көріп қалады. Лили, мен және басқа Лили. Сосын Лили оған мән бермей өз бөлмесіне ұйықтауға барады. Сосын Лили түнгі 3-те ұйқыдан тұрады және де өзінің қарындасының оның бөлмесіне кіріп қайттан қашып кеткенін көреді. Сосын ары қарай қорқынышты бола бастайды. Оның бөлмесі терезеден дәл Лили сияқты оған ұқсайтын біреу кіріп кетеді және де орнынан тұрып біртүрлі бір құбыжыққа айнала бастайды. Сосын Лилиді бір-екі рет қорқытады. Лили ұйқыдан атып тұрып жарықты қосып өз телефонын тексере бастайды, бірақ оның телефоны істемей қалады. Сосын Лили бейсбольный битаны алып астыға түсе бастайды. Және де ас бөлмеге енді келе жатқан кезде оның артынан басқа Лили пайда болады және Лили оны бір ұрады. Бірақ бұл оның сіңілісі болып шығады. Сосын Лили жылап жатқан кезде әлгі оның сіңілісі құбыжыққа айналып кетеді. Ал сол уақытта Лилидің сіңілісі ұйқыдан енді тұрып жатады. Және де ол Лилидің бөлмесіне барып көреді. Ол бөлмесінде жоқ екен. Сосын астыға түсіп ас бөлмеге қарай бара бастайды. Сосын ол ас бөлмеде жүрген кезде басқа Лили келеді да оны басынан жұлып әкетеді. Осымен осы анимация бітеді. Бұл фильмнің немесе анимацияның мағынасы мысалы адам өз ішкі қорқынышымен бетпе-бет келмесе, ол қорқыныш үлкен проблемаға айналуы мүмкін. Мысалы біз бәріміздің ішімізде бір нәрседен қорқуымыз мүмкін. Жалғыз қалудан, сәтсіздіктен және адамдардың жек көруінен. Егер осы қорқыныштарды мойындамай, оларды жоқ деп өзімізге өтірік айтсақ, уақыт өте келе олар көбейіп өмірімізге кері әсер тигізеді. Мысалы адам көпшіліктен қорқып ешкіммен сөйлеспесе, кейін ол жалғыздыққа ұшырап күйзеліске түсуі мүмкін. Және де осы мультфильмдағы басқа Лили адамның өз ішіндегі қараңғы жағы, яғни ішкі уайым, жарақат немесе шешілмеген эмоция. Және де бұл фильм бізде ішкі қорқынышымызды мойындап, олармен күресу маңызды екенін көрсетеді. Бұл фильм басына біз Шименева деген бір қасиетті жіп жайлы оның түсіндіруін көреміз. Сосын бір адамның тауда өз пышағымен тұрғанын көреміз. Сосын ар жақтан бір кісі келе жатқан кезде бұл өз пышағын алып шыға бастайды. Сосын әлгі бейшара адамның алдынан атып шығып пышақпен өлтіруге тырыса бастайды. Ал анауың болса тұшық қояды. Сосын әлгі саяхатшының қолындағы таяғы әлгі бандиттің иығына кіріп кетеді. Сосын ол саяхатшының сөмкесін кесіп тастап, оны таудан лақтырып жібереді. Сосын бандит әлгі саяхатшының сөмкесін алып кетеді. Ал ол уақытта әлгі саяхатшы өлмепті. Сосын күн ұясына батып, әлгі бандит бір жаққа келе жатады. Оказывается, оның әйелімен бір баласы бар екен. Сосын әйелі оның саяхатшыларға шабуыл жасағанын біліп, оған бұны дұрыс емес екенін айта бастайды. Бірақ бұл бандитқа похуй. Сосын әлгі жігіттің қолындағы жарақат ауыра бастап, ол таста байланып тұрған жіпті жұла бастайды. Бұл жіптің аты Шименава. Және де бұл қасиетті жіп. Әйел оған оны жұлмауын ескертеді. Бірақ мен айтқандай жігітке похуй. Сосын әлгі қасиетті жіппен өз қолын байлап тастаған соң бір дыбыстар естіп бастайды. Сосын бандит тастың тесігін қарап көрген кезде ол жерден бір қап-қара бірдеме атып шығып, оның миына кіре бастайды. Сосын әлгі бандиттің миына толық кірген соң, оның басы бір қорқынышты затқа айналып кетеді, үлкен. Сосын әлгі саяхатшы келіп, әйелі мен баланы құтқаруға тырысады. Бірақ ол әйелді құтқара алмайды. Әйел мені баламды құтқар деп өзі әлгі құбыжықтың аузынан кіріп кетеді. Сосын құбыжықтың аузынан әлгі әйел атып шығады, бірақ құбыжық түрінде. Сосын әлгі саяхатшы мен балаға шабуыл жасауға тырысады. Бірақ саяхатшы әлгі қасиетті жіпті алып оларға тигізеді. Сосын жіп оларды жоқ қылып жібереді. Бірақ төбелестің кесірінен әлгі саяхатшы бір қолын жоғалтып алады. Бірақ бала тірі. Соған рахмет айтып, ол баламен кетіп қалады. Бұл фильм пластилиннен жасалған. Және осы мультфильмдегі мақсаты әлгі жіп Шименава. Жапондық дәстүрде зұлым рухтар мен жын перілерден қорғайтын қасиетті арқан болып табылады. Және ол көбінесе қасиетті орындар мен заттарды белгілеу үшін қолданылады. Мультфильм бұл арқанның алынуы зұлымдықтың босатылуына әкеледі. Және де бұл әрекет дәстүр мен сенімнің маңыздылығын көрсетеді. Және де мультфильмнің мақсаты көрерменге дәстүр мен сенімнің маңыздылығын көрсету. Және де сол дәстүр мен сенімді құрметтеу. Келесі мультфильміміз Бала және камера деп аталады. Және бұл фильм кішкене балапанда баяғыда болушы еді ғой, түнде ұйықтар алдында айтатын, соған ұқсайды. Және бұл фильмді қысқаша айтатын болсақ, бұл баланың аты Келлин. Және де ол өзінің туған күніне жаңадан бір фотоаппарат алады. Және де жан-жақты түсіре бастайды. Және де бұл фотоаппаратты қатты жақсы көреді. Бірақ бір күні ол сол фотоаппаратты құлатып сындырып алады. Сосын кеш батып, ол түні бойы сол фотоаппараттың сынғанынан дұрыс ұйықтай алмай жатады. Сосын түнде бұл баланың терезесінен біреу
қағады. Және де терезені ашып қараған кезде ол жерде бір қанатты тіршілік иесі тұрады. Және де ол Кейлинға сәлем дейді. Және де оның дұрыс ұйықтай алмай жатқанын естігенін айтады. Бірақ Кейлин мен танымайтын адамдармен сөйлеспеймін дейді. Сосын Кейлинға әлгі тіршілік иесі неге танымаймыз? Мен сенің атыңды біліп тұрмын. Ендеше біз бірімізді танимыз. Сосын екеуі танысып әңгімелесе бастайды. Сосын Кейлинға әлгі тіршілік иесі сенің камераң сынғанын естігемін. Соны мен жөндеп бере аламын. Менің артымнан жүр дейді. Сосын жоқ болып кетеді. Сосын Кейлин әлгі тіршілік иесінің дауысы шыққан жаққа қарай бара бастайды. Ол адас кетпеу үшін жан-жақта суретке түсіре бастайды. Егер адас кетсе, жол табу үшін. Сосын бір қараңғы жерге келеді. Адам жоқ. Сосын ол қараңғы адам жоқ жерге келеді. Бір үйді көреді. Ол жерде әлгі тіршілік иесінің дауысы шыға бастайды. Кейлин, кел, мен сен камера жөндеп берем деп. Сосын Кейлин қорқынышын жеңіп, сол жерге барады. Сосын Кейлин үйдегі бүкіл затты сүріп үйге кіре бастайды. Және де подвалға қарай келе бастайды. Сосын әлгі тіршілік иесінің біз ойыншығын көреміз. Сосын ол подвалға түскен кезде сол жерде бір дыбыстар ести бастайды. Және де бұрылған кезде бізге мына суретті көрсетеді. Сонымен мультфильм бітеді. Сосын диктатор бірдеңе айта бастайды. Бірнеше аптадан кейін билік жертөленін анықтады. Содан кейін баланың кесілген екі аяғын көреміз. Және де баланың қалған бөлігі ешқашан табылмады деп айтады. Және бұл фильм шынайы өмірдегі балаларды ұрлау, алдау тақырыбын қозғайды. Және көптеген көрермендер бұл фильмді балаларға бейтаныс адамдарға сенбеу керектігін ескерту ретінде қабылдайды. Жаңағы тіршілік иесінің бейнесі сырттай мейірімді көрінетін, бірақ ішкі ниеті зұлым адам. Қорытындылай келе, Бала және камера деп аталатын мультфильм қысқа болса да әсері ұзаққа созылатын фильм. Және ол көрерменді балалардың сенгіштігі мен қауіпсіздігі туралы айтқан.